Асыл дініміз исламда қайырымдылық жасау, ізгілік жасау ең үлкен сауапты амалдардан. Соның ең құрметтісі, құрметті жамағат, уақыф деп аталады. Бүгінгі тақырыбымыз да сарқылмайтын сауаптың бастауы осы уақыф жайында болмақ. Шариғатымызда белгілі бір мүлікті, жеке адамның өзінің жеке бір мүлкін үздіксіз сауабы жалғасатын іске жұмсауын уақыф деп атайды. Ханафи ғалымдарының және фиқ ғұламаларының көпшілігі ортақ пікірде болып, бұны мәндүб сүннет деп айтқан. Бұл не деген? Яғни шариғат бойынша істелуі ұнамды болған және Аллаға жақындататын іс деп таныған. Яғни өзіңнің жеке бір мүлкіңізді Алланың разылығы үшін деп уақыф етіп, соны Алла жолында жұмсайтын болса, бұл істің сауабы үздіксіз сізге жазылып тұрады екен.